Мансап құру сұранысқа ие мамандық, өнегелі отбасы. Аталмыш тағдыр мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жат, әрі қиял секілді көрінеді. Әйтсе де бұл қағиданы Якия Еркінбек жоққа шығарды. Оның сөзінше алға қойған мақсатқа жету сенімділікпен, қажырлы еңбектен тұрады екен. Тіпті оған мүгедек болуда кедергі емес. Ертеңге қайда барасыз? Сағат 9-да, қайтарыңыз 11-де городской поликлиникаға барасыз. Яхия, жұмысыңыз туралы кішкене айтып кетсеңіз, қандай міндеттер атқарасыз? Мен осыдан 2018 жылы майдың 10 күні осы ерлік мүгедек тұрғанда жай соцработник ретінде жұмысқа тұрдым. Мен негізгі инватаксидегі қызметім бас диспетчер аналитик. Мен бұл күнделікті мұндағы қала бойыншағы маршруттарды менің міндетім ыңғайлап қою, әрбір водительге, әрбір машиналарға ыңғайлы маршрут жасау. Өмірде де осы жұмыстарда біздегі менің мақтан ететін шаруаларымыз өзім сияқты мүгедек жандарға, төрт қабырғада отырғандарға күнделікті қызмет көрсете алғаным маған қуаныш. Күніне қанша заявка түседі? Енді күніне шамамен 30-40 заявка түседі. Ол енді былай барғаны келген санағанда 120-дай болады. Өзім сияқты жандарға қызмет көрсететін үлкен маған мақтаныш, өйткені менің арманым орындалды десем болады. Қоғамда өзімнің орнында енді бағамды бере алмасам да, қоғамда мен осы жұмыстан шабыт аламын. Мысалы, ерлік мүгедектер қоғамы маған екінші қара шаңырақ сияқты отбасымдағы. Ерлік мүгедектер қоғамы маған өмірдегі екінші тынысымды ашты, екінші мүмкіндігімді берді. Яқия өз тарапына айтылған сынды дұрыс қабылдай білу маңызды деп есептейді. Әсіресе егер бұл тәлімгерден болса, ал оның көмегі әр қашан баға жетпес. Еркінбек Яқия осы біздің ерлік мүгедек қоғамына келгенде 5 жылда уақыт болды. Қытай Республикасының Алтай аймағынан келіп отырған бала, Қоларбада отырған бала. Әрине Қазақстанға келу мұнда көбінесе орыс тілі болатын. Орыс тілі үйрету, жұмыс үйрету кішкене кедергі болды әрине. Бірақ мына баланда көп таланты бар, білімі бар бала, потенциалы керемет. Оқыпты, бір жұмысты бастаса аяғынан бітіретін бала. Мен білем, көбінесе мүгедек адамдардың өмірде дәу бір шелекпен тұзын жұтса, кішкентай ғана қасықпен тәттісін жұтады. Сол тәттісін алып, оны көбейтіп отырған балалар ғой. Сол үшін мен Яқияға тек қана жақсылық тілеймін балаға. Оның келешегі өте зор. Ол жұмыста әріптес болса, жұмыста ол дос болса, үйде ол керемет әке, керемет жолдас. Қиындықтар адамға оларды жеңуге қажетті қабілеттерді қалыптастырады. Біздің кейіпкерімізде кедергілерге қарамастан төзе алатын және төтеп беруге күш таба алатын дара тұлға. Бұл өмірде өмір сүретін, сүйетін, қамқор болатын және сенетін біреу болса, барлығын бастан өткеруге болады дейді Яқия. Негізі осы мен айтайын дегенім осы. Менің денсаулығыма осы 7 жасынан бастап осы ауру пайда бастады. Мен содан бастап 1-ші сыныпты бастадым, 9-ші сыныпқа дейін. Осы аурумен жағаласа жүріп 9-ші сынып бітірдім де, Алланың қалауымен енді бұрынғы ата-бабамыз өткен осы Қазақстан өңіріне ат басын бұрдық. 2008 жылы июньнің 6-сында өттік. Содан бері осы Талдықорған өңірінде тұрдым. Мен 10 жылдай, 7-8 жылдай уже келгеннен кейін 4 қамырғадан асып шығалмадым үшін. Отырдым коляскеде. Ешбір досымда болған жоқ. Өзімен өзім айту. Ауылда отыратынмын. Алла қалдып 2016 жылы осы жолдасым
Анарға жолықтым, тұңғыш рет жолығып, енді менің өмірімде басқалай бір образ пайда болды. Менде отбасылы, содан екеуміз бас құрағаннан кейін 2018 жылы, осы 2017-2018-де жаз отырымында, март айында ма, апрель айында екеуміз қолымызға бір киім кешегімізді алдық та, сыртқа шығып жұмыс жасайық. Сыртта өзіміздің тірлігімізді көрейік та, екеуміз сөйлесе кеп. Соны Сарқанский районға бардық. Содан жан жаққа бардым мен. Сол енді өзімнің ойымда тірлік жасау болды да, менің ойымда. Қалай жасауым керек, не жасауым керек. Мен отбасылы болдым. Бірдеңе жасауым керек қойдым. Соны ойланып, бүкіл қаладағы, аудандағы орындарды, үкіметтік ұйымдарды барып шықтым. Маған неше сериясында мен осындай үйлі болып едім. Мен өзіме бір тірлік жасағым келеді деп банктерге де бардым алғаш рет. Неше барам, мысалы, үкіметтік ұйымдар саған енді ешбір нәрсе жасай алмаймын, өйткені сенде пенсиядан басқа дымың да жоқ деді. Соны ақырындап енді қарыз алдым, біреулерден қарыз алып жүріп, мен тұңғыш рет екеуміз қол ұстасып өзіміздің киім-кешек кәсібімізді бастадық. Ешбір саудамыз жүрмеді, шыны керек. 40 мың аренда алсақ 20 мың теңгенің тауарын өткіздік қой біз бір айда. Соны не болмайды да, содан Алла қолдап Талдықорғанға келдік. Қалаға келдік, қаладан тірлігіміз жасау осы Инноватаксиге, қаладан да кәсібімізді ашып, онда да болмады жағдайым, содан Инноватаксиге жұмысқа тұрдым. 5 жылдың жүзі болды уже, Аллаға шүкір. Содан бері 4 баламыз болды. Енді Алла қолдап енді барлық жақсылықтарды бізден болып жатыр уже. Әйелімнің мысалы көмегінің арқасында мен бір отбасының ер атанып, отбасының 4 баланың әкесі атанып жатырмын. Онда Аллаға аттың жұмысым бар қазір. Қазір Талдықорған қалалық ерлік мүгедектер қоғамы Инноватаксиде бас диспетчер, аналитик маманды қызметін атқарамын. Енді отбасы деген 4 бала болғаннан кейін енді қанша күндіз кешке дейін жұмыста шаршап келсең де, отбасыңа келген бір рахат аласың да, бала шағаң алдында тұрады. Өзіңнің асқар тау әке екеніңді, отбасылы екеніңді, бір үлкен шаңырақтың жүгін арқалап жүргенін сезінесің. Енді бұрынғы күндердің барлығы артта қалды да, кейде ойлаймын, түс көріп жатқан сияқты. Бұрын коляскада отырып, ауылда 4 қабырғада 10 шақты жыл отырған кезде мен мынандай ойымда кірмеген мынандай. Қазір кейде бір ойлаймын, өзіме қарап, жолдасыма да айтамын, мен түс көріп жатқаным жоқпын ба деп. Жоқ, сен шын өмірде жасап жатсың, бала шағаң бар, жұмысың бар, қалада өзіңнің орның бар, мысалы. Өзің секті адамдарға жұмыс жасай аласың, қызмет көрсете аласың. Қанша квартирада жүрсек те біз мойымадық, жасымадық уже. Осы семьямызды алға сүйреп, бір үлкен қара шаңырақ болсын деп арманымыз енді, менің арманым ендігі арманым. Осы балаларыма жақсы қарап, бір мәдениетті, білімді, ибалы, сауатты бір адам еткізіп шықсам, еңгі арманым орындалар еді. Ең үлкен арманым осы балаларыма жарқын болашақ сыйлау. Яхия екеулеріңіз қалай таныстыңыздар? Қай қасиеттерімен ұнатып қалдыңыз? Біз баста танысқанда ол кісінің дос баласы таныстырды. Жаңағы осындай ауылда бір жігіт бар, отырады. Анар адамгершілігің бар ғой, бір көрсең деп, сонымен жарайды деп көрдім. Келді, қалаға кезіктік. Бұл кісінің жаңағы 2 аяғы демесең, адамгершілігі бұлай сөзде сөйлеу несі бәрі жаңағы жақсы, түсіндігі мол, сондай бір жақсы жігіт екенін байқадым. Қуанышты күндерімізде көп болды. Бұл кісінің жаңағы 2 баласы алдына, 1 баласы алдына отырып, 1 баласы артына тұрып алып, жаңағы коляскаменен кетіп бара жатқан кезде елдің бәрі жаңағы қолдарын көтеріп бізге кейбіреу түсіп, рахмет, осындай өмір сүріп жатқандарыңа қандай бақытты семьясыздар деп өзімнің жүрегімде ойлаймын. Біз бір жақсы отбасы боламыз деп ойлаймын. Өйткені әкесін көріп, ұл өсер, шешесін көріп, қыз өсер дейді ғой. Ол кісіні қарап, басы шашын тарап, жаға жеңін дүзеп отырған мен сияқты ананы көрген қызым жақсы тәрбие алады деп ойлаймын.
ол кісінің қызметінде осындай табандылықпен істеп, осындай қиыншылықтарына мойымай, жоғымды жоқ демей, ешқандай бір жапам машақатты елемей жүрген әкені көріп, ұлым жақсы өседі деп ойлаймын. Мен келешегім, ұрпағым деп ойлаймын. Отбасындағы бақыт пен жұмыстағы кәсібиліктің кілті ең алдымен өз шешіміне жауапкершілікпен қарау деп есептейді біздің кейіпкеріміз. Әр адам өзіне деген сенімділігін жоғалтпауы және өз дегеніне өз бетінше жету білуі маңызды. Өйткені әр адамның болашағы өз қолында. Де факто FM. Бізді таңдағандарыңызға рахмет.